Checkpoint 1. Read and number. Оқыңыз және сандарды қойып жазыңыз. Біріншісі, it's a goat. Бұл ешкі. 0 санын қоямыз. B. It's a rabbit. 5 санын жазамыз. C. It's a chicken. Бұл тауық. 2 санын жазамыз. D. It's a duck. 1 санын жазамыз. E. It's a cow. Бұл сиыр. 3 санын жазамыз. F. It's a frog. Бұл бақа. 4 санын жазамыз. Келесі тапсырма look and complete. Қараңыз және толтырыңыз. Бізге дене мүшелерінің атаулары берілген. Соларды бос орындарға қойып шығуымыз керек. Біріншісі, it's got a big mouth. Оның үлкен аузы бар. Екіншісі, it's got a small head. Оның басы кішкентай. It's got big ears. Оның құлақтары үлкен. She has got blue eyes. Оның көздері көк. It's got 4 legs. Оның 4 аяғы бар. Үшінші тапсырма read and underline. Оқыңыз және астын сызыңыз. I have got a duck. Менің үйрегім бар. We haven't got a frog. Біздің бақамыз жоқ. Have you got a cow? Сенің сиырың бар ма? She has got a cat. Оның мысығы бар. They have got blue eyes. Олардың көздері көк. Төртінші тапсырма read and choose. Оқыңыз және таңдаңыз. Where do penguins live? Пингвиндер қайда өмір сүреді? In Antarctica. Антарктидада өмір сүреді. Екіншісі, what type of animal is an elephant? Піл жануардың қай түріне кіреді? It's a mammal. Бұл сүт қоректі жануар. Where is the duck? Үйрек қайда? It's in the house. Ол үйде. Төртінші, what are those? Аналар не? They are little frogs. Олар кішкентай бақалар. Are the chickens eating now? Yes, they are. Тауықтар тамақтанып жатыр ма? Я, олар тамақтанып жатыр. How many legs have horses got? Аттардың неше аяқтары бар? 4. 4 аяғы бар. Бірінші тапсырма. Read and put a tick or a cross. Төмендегі суретке қарап, қай жануар берілген, сол жануардың атының жанына галочка қоямыз. Қайсы бірі суретте бейнеленбеген, оған X қоямыз. Duck суретте жоқ, X қоямыз. Goat ешкі бейнеленбеген, X қоямыз. Chicken тауық бар, галочка қоямыз. Rabbit қоян жоқ, X қоямыз. Cow сиыр, галочка қоямыз. Frog бақа бейнеленген, галочка қоямыз. Екінші тапсырма look and number. Қараңыз және сандарын жазыңыз. Бізге дене мүшелерінің атаулары берілген, соларды суреттермен сәйкестіруіміз керек екен. Eyes көздер 0 деп жазамыз. Hair шаш 1 деп жазамыз.
Hands, қолдар, 2 деп жазамыз. Legs, аяқтар, 3 деп жазамыз. Noses, мұрындар, 4 деп жазамыз. Ears, құлақтар, 5 деп жазамыз. Үшінші тапсырма. Read and underline. Оқыңыз және астын сызыңыз. Has your teacher got a dog? Сенің мұғаліміңнің иті бар ма? We haven't got a pet. Біздің үй жануарымыз жоқ. She has got a farm. Оның фермасы бар. This is my dog Max. Бұл менің итім Max. I haven't got a cat. Менің мысығым жоқ. These are Danya's rabbits. Мыналар Данияның қояндары. Үшінші тапсырма. Read, choose and complete. Оқыңыз, таңдаңыз және толтырыңыз. This is my pet dog Max. Max is brown and white. He has got big ears and brown eyes. Max can run and jump, but he can't climb a tree. Бесінші тапсырма. Read and complete. Оқыңыз және толтырыңыз. Бізге төменде сөздер берілген. Сол сөздерді мағыналарына сай бос орындарға қойып шығуымыз керек екен. What does your monster look like, Dana? It's got 4 eyes and a big mouth. Has it got any hands? Yes, it has. It's got 6 hands. Look. What's its name? Noodle. Noodle? That's a funny name. Алтыншы тапсырма. Read, choose and complete. Оқыңыз, таңдаңыз және толтырыңыз. Бізге сөздер берілген. Сол сөздерді бос орындарға мағыналарына сай қойып шығуымыз керек. I'm very big. I've got lots of animals. I've got goats, ducks, and cows. My favorite cow is Bretta. Bretta's very cute. She's got 2 big eyes and a big nose. I've got trees and flowers too. You can come and say hello day and night. What am I? I'm a farm. Келесінде бояуымыз керек екен. What's your progress? Color. Яғни сіздің прогрессіңіз қандай? Бояңыз. Now I can. Мен қазір жасай аламын. Talk about animals. Жануарлар туралы сөйлей аламын. Describe animals and people. Жануарлар және адамдарды сипаттай аламын. Say where animals are. Жануарлардың қай жерде екенін айта аламын. Write about a farm. Ферма туралы жаза аламын. Яғни осылардың қайсы бірін жақсы меңгердіңіз, соған күліп тұрған смайликті бояймыз, немесе жеткілікті дәрежеде емес деп ойласаңыздар, өкпелеп тұрған смайликті боясаңыздар да болады.